Біздің бұрынғы замандағы ата-бабаларымыздың ішінен небір болашақты болжаушылар, көріпкелдер, емшілер, тағы да басқа үлкен ғұлама ғалымдар көп шыққан. Олардың қатарына асқан әулие, көреген, алтын бірнеше ғасырлар бұрын болжай білген алшын батырлардың арғатасы Мөңке би бабамызды, 18 ғасырда өмір сүрген Абылай ханның бас батыры Қабанбай батырды, Райымбек батырды, әулие Бекет пір атамызды, тағы да басқаларын көптеп мысал ретінде келтіруге болады. Бұл жерде ерекше атап өтетін жағдай әйгілі Нострадамустан сан ғасырлар бұрын өмір сүрген Мөңке би бабамыздың болжамдарының бірде-бір сөзінен немесе өлең тізбегінен де ешқандай қателік таба алмаймыз. Сол әйгілі көріпкелдердің қатарынан адай 5 жүйрігінің бірі Кенже Ақтан Керейұлында көре аламыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Әуелі бастар сөз еді. Асыл сөзді түсінер қазағым дархан келеді. Таусылмайтын көңілі ағайынға мол еді. Сарқылмайтын байлығы жарқыраған көледі. Ағалары неге үлгілі ұлы жол еді. Ер азамат сөз бастап қызыққа елім тол еді. Үлкенге кіші бағынып заңы елдің жөн еді. Аталардың ақ сөзі елімізге дәреді. Жақсылар елді басқарып жаманшылық әреді. Бүгінгі елден ерлерім тіреді және реді. Жаманшылық болса да алдағыны болжасам қара бұлт төніп келеді. Тыныш тұрған еліме ақырдың бұлты төнеді. Төнген күні ағайын жақсыны жаман жеңеді. Ақсақалдар биік шың асқар тауға теңеді. Елестетер келер күн аласа жаман төбені. Асылдың сөзі жүрмейді, билігін елге жүргізер адамның жаман төмені. Асылдардан күн кетер, қолында болмай дерегі. Жаманға жақсы бағынып, қамауда жапа шегеді. Басшылары елімнің басына елдің тебеді. Ел басқарған жақсылар еліне бұрмаш жүрегі. Саудамен сырт қайналар елдің біраз бөлігі. Ақшасына сүйеніп қыран болып қара құс ағайынды бүреді. Жылан болып кесіртке ысылдап шағып жүреді. Төбет болып қаншықтар еліне қарай үреді. Арыстан болып түлкілер көкжалға қарай келеді. Жабылар шауып бәйгіде арғымақ қарба шегеді. Ақылды асыл азамат жамандарға еліп маңдай терін төгеді. Насырын жерге бүгеді өнегелі ақсақал азаяр елдің тірегі. Ағайын туыс дос жаран бірін-бірі өлтіріп татулық шамы сөнеді. Шайтаны бар шараптар елдің болар қорегі. Ағалардың ел балсы нәжісі болар әлегі. Жазылмас дерттер көбейіп шомыл қорық себебі. Ақ жолдағы молдалар елін талап сөгеді. Бақсы балгер көбейіп еліне салар бәлені. Бір-біріне азаяр адамдардың көмегі. Ел алдына шықпайды болса да жігіт өнері. Жомартып кетіп байлардан жетімге болмас берері. Құл-құтандар би болып арасын елдің бөледі. Болжай алмай алысты аяқ астын көреді. Ішерге елім тарылып қиын өмір сүреді. Төрелік айтар билердің ақша болар керегі. Өсірген қыз бен келіннің ойламас ата енені. Батасыз жастар қосылып оттары жанбай сөнеді. Тірі жетім көбейіп мейірсіз өсіп өнеді. Керексіз болып туылар дүнияның тәтті бөбегі. Ұят кетіп қызыңнан жалаңаштар денені. Жез тырнақты жалбыр шаш кейпіне жынның енеді. Ата-ана сол қыздың айтқанына көнеді. Той мереке бастайтын ер адамның жолына әйелдер қағар шегені. Келіндер өзі жүргізер той бастайтын кемені. Намыстан ерлер айырылып бір келін топ бастаса бірі қалмай ереді. Әйел болып еркектер өсекті жиып тереді. Батыр елдің жауғы емес еліне атар жебені. Осыларды болжаған Кенжедегі Ақтанмын. Әруақты аталар барлығынан өтетін қазақты асыл деп еді. Сондықтан да ұрпағым сөйлер деп қисайып сендерге бабаң сенеді. Жаратушы Алланың берері бізге көп еді. Сыйынсаңыз Аллаға сарқылмас әсте берері. Қазақ баласы ұлы жаратушы Аллаға иман келтіріп, Алланың хақ жолымен жүрсе, бұл заматтан да аман өтеді дейді. Осы жолдарды оқып тыңдаған баршаңызға ұлы жаратушы Алла иман бергей. Қожырбайұлы Мұхаммед Кәрім, Маңғыстау облысы. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.
келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.